құрылғысы. Новный саз балшық деген саз балшықты біздер жаңағыдай ұйым жасау үшін ең бірінші иін қандырып, жақсылап илеп аламыз. Ыңғайлы бір пішінге келтіріп аламыз. Содан кейін станок құрылғыға ортасына нық еткізіп орнатамыз. Ең бастысы бұл жерде саусақтың ептілігі керек. Саусақтың күшімен белгілі бір пішінге ыңғайластырып аламыз. Өзін қарап, ұстап қарап, қолмен саусағына бүйтіп астын жағып басып аламыз. Нық жату керек, дөңгелек. Сол себептен астың барлығын бүйтіп жабыстырып шығайық. Сен ар жағынан баста, мен мына жағынан бастайын, екеуміз бүйтіп жабыстырамыз. Қара, мен қалай істеп жатырмын көріп тұрсың ба? Екі қолыңмен істеме. Екі қолыңмен бүйтіп аст жағынан жабыстырамыз. Мына жерде саз балшығымыз станокқа айналып тұр. Жұмыс барысында әрдайым алақанмен ұстау керек. Сосын әрдайым қолыңыз сулап отыру керек. Арнайы суымыз бар. Ең алдымен суға қолыңыз жақсылап суға салып алып. Жаймен ұстап қарап. Саусағымды ал, саусағымды ұстаймын. Тигізбен саусағын жоғары ұстайсың. Әке, құмыра жасаймыз ба? Не жасаған келіп отырып? Құмыра жасайық па, әлде кесе жасаймыз ба? Айтшы, кесе жасайық па? Кесе жасайық да? Ал, кесені көрейік ал. Қандай кесе жасаймыз? Үлкен кесе? Балам, мына кесені кімге сыйлаймыз? Әжеңе ма, әлде анашыңа береміз ба? Әжеге. Балам, кесемізге қазақтың әдемі ою өрнегін саламыз. Балам, ұнады ма саған бүгін жасаған қолөнеріміз?